Нежла отбасымен бірге баласының жынысын анықтау үшін музейге барады. Іштегі баласы ұлы екен. Нежла қуанып, атын сен қой дейді қызына қарап. Мелис те өзгерген. Ол анасымен бірге қуанып жүр. Інімнің атын Үміт қоямын дейді. Барлығы қуанады. Хашмет сағадаттарға келеді. Сендер бізді өтірік алдапсыңдар. Ешқандай үлкен жер телімі жоқ екен. Неге алдадыңдар дейді. Букет жезде мен әпкеме тиіспе, барлығын бастаған мен Жүсіпке күйеуге шығу үшін солай өтірік айтуға тура келді дейді. Хашмет Жүсіп екеуіңді ешқашан үйлендірмеймін дейді. Бүгін кешке біз Зілиханың қолын сұрауға барамыз, ал енді өліңдер дейді да кетіп қалады. Бүгін кешке Азизе мен Девранның тойы болмақшы. Олар Фидамды қастарына ертіп алып той көйлегін таңдап жүр. Первин тойдың болуына қарсы еді, сондықтан тойхана иесімен келісіп, оған көп ақша береді. Девранға хабарласып, 1000 түрлі сылтау айтып, әйтеуір тойхана бос емес деп айт дейді. Мәриям Девранды жақсы көретін еді, оған тұрмысқа шығып бала туып берем деген мақсатпен келген еді. Девран Мәриямға қарамай Азизеге үйленгелі жатыр, сондықтан Мәриям жынданып кетіп, өзінің әжесіне хабарласады. Барлығы сен ойлағандай емес, барлығы сені алдап жүр дейді. Әжесіне шағымданып барлығынан кек алмақшы. Явуз алаздарды жек көретін еді, және олардан әйтеуір бір кек алмақшы. Анасы оған бүгін Азизенің тойы, тыныш жүр дейді. Сен маған әр уақытта тыныш Явуз, қой Явуз деп айта беретін едің, сенің тыйымдарыңнан шаршап кеттім дейді. Үйге Фырат келеді, ол да өзгерген. Ол айтады, бүгін мен өзіме бір бауыр таптым, кешке оның тойына барамын дейді. Явуз алаздардан кек алу үшін Фыратты қолданбақ еді, бірақ ол ойы да іске аспай қалды. Мәриям Азизе мен Девранға бір нәрсе істеп қояды деп қорыққан Зілихалар оны қонақ үйден ұрлап кетеді. Әпкем сені сөйлесу үшін шақырып жатыр деп оны бөлмеден алдап шақырып алады. Ешкім жоқ жерде оның қол-аяғын байлап ұрлап кетеді. Ешкімге көрсетпей Мәриямды қонақ үйден алып шығады, сөйтіп өздерінің аудандарындағы ескі үйлеріне апарып жасырып қояды. Явуз Фыратқа жүр, Девраннан барып кек алайық дейді. Фырат қазір емес дейді. Сол кезде Явуз, сен немені жынды көріп тұрсың ба? Әке орнына әке болдым, саған жол көстердім. Енді жарты жолда мені тастап кетпекшісің ба дейді. Фырат айтады, екеуміздің дұшпанымыз екі бөлек, сондықтан да жолымыз екі айырылады деп кетіп қалады. Явуз Фыратқа кет, енді бұл үйге келме деп айқайлап қала береді. Мәриямды ұрлап алып, енді бұл қызға не істейміз деп ойланып тұрады. Той біткенше осында отыра тұрсын, той біткесімен оны жібереміз деп шешеді. Девран айтады, тойхана иесі хабарласты, тойымызды ол жерге жасай алмайтын болдық дейді. Жевдет болса, ол мәселені маған қалдырыңдар, мен кешке дейін бір нәрсе ойлап табамын деп кетіп қалады. Бахав бен Первин жоғалып кеткен Мәриямды іздестіре бастайды. Мәриямды күзетіп жүрген күзетші мені Джемо шақырды, сондықтан да кетіп қалдым дейді. Қайтып келсем жоқ екен дейді. Первин болса, Мәриямды ұрлатқан Азизе екен ғой дейді. Нежла ағасынан сүйінші сұрап тұр, жиенің ұлы екен дейді. Ағасы кішкентай Хашмет келе жатыр екен ғой деп қуанып Нежланы құшақтап алады. Жевдет келіп, тойымызды көшеде жасаймыз, сен маған керексің, жүр деп шақырады. Алаздардың сонша ақшасы бар, тойларын көшеде жасағаны не істеп бәрі таңғалып отыр. Жевдет туысқандарына ұрсып тұр, неге сонша қатыгезсіңдер, бір іштеріңде жақсылықты оятайын десем де оған да рұқсат бермейсіңдер дейді. Хашмет болса, болды жарайды, мен көмектесем деп айтып жатыр. Және кешке Зілиханың қолын Жүсіпке сұрап барамыз деп ағасына айтып одан сүйінші сұрайды. Жастардың тығылып отырған жеріне Азизе келіп қалады. Қол-аяғы байлаулы Мәриямды көріп, бұларың не деп сұрайды. Оны босатыңдар, екеуміз сөйлесуіміз керек дейді. Мәриям Азизеге ұрса бастайды, сені жек көремін деп. Азизе болса, кел екеуміз екі әйел болып сөйлесейік дейді. Менің ішімде саған деген ешқандай өкпе реніш жоқ дейді. Мен сенің қандай жағдайға душар болғаныңды түсініп отырмын. Сен кішкентайыңнан бері өз қалауыңмен өмір сүріп жүрген адам емессің. Әр уақытта үлкендер саған не айтса, олар не қаласа, сен соны істеп келдің дейді. Бірақ мен саған бүгін бір мүмкіндік бермекшімін, саған әпке қолын созбақшымын дейді. Кезінде маған көмектесер ешкім болған жоқ, бірақ мен саған көмектесемін дейді. Мәриям басында Азизені жақтырмай қайта-қайта үстел үстінде тұрған пышаққа қарай берген еді. Бірақ кейінірек өзінің ойын өзгертті, өйткені ол Азизенің ішіндегі жылулық пен жақсылықты сезінді.
Әзизе үстел үстіндегі пышақты алып Мәриямға береді. Сенің тағдырың өз қолыңда дейді. Не мені қазір осы пышақпен өлтіресің, не жаңа өмір бастайсың дейді. Сен жазсың, өмірің алда, өз тағдырыңның жазуын өзің жаз дейді. Мәриям Әзизенің айтқандарынан сабақ алады. Біз Мәриям екеуміз сөйлестік, барлығы жақсы, ол үйіне қайтатын болды дейді. Енді жасағандарың үшін Мәриямнан кешірім сұраңдар дейді. Жүсіп, Джемо, Зылиха және Мелис Мәриямнан кешірім сұрайды. Мәриям Әзиземен қоштасып кетіп қалады. Әзизе балалардан не үшін Мәриямды ұрлап кеттіңдер деп сұрап отыр. Бізге Мәриям жынды көрінді дейді. Сенің өміріңе қауіп төндіре ме деп қорықтық, сондықтан ұрлап кеттік дейді. Девран келеді. Мәрияммен болған жайтты айтып береді және барлығы жақсы, ол қонақ үйге қайтты дейді. Жевдет ағалар келді. Тойымызды аулада жасайтын болдық деп ол барлығына айтады. Сонымен тойға дайындық басталып кетеді. Мәриям қонақ үйге келеді. Жағдайы жақсы екенін және Марвинге қайтамын деп айтады. Әжесіне хабарласып, барлығынан бас тарттым, Марвинге қайтып бара жатырмыз, сіз де ешнәрсе жасамаңыз дейді. Әзизенің тойына бармайсың деп Ябуз әйелмен анасын үйіне қамап кеткен еді. Ябуз Девранға бір нәрсе жасап қоймасын деп қорыққан анасы есікті бұзып шығып Әзизелерге қарай жол тартады. Мәриям таксиге отырып Марвинге қайтып бара жатыр. Араққа сылқия тойып алған Ябуз келеді. Алдынан Жевдет шығып қалады. Жевдет Ябузды желкелеп дүкеніне кіргізеді. Той біткенше осында отырасың деп оны дүкеніне қамап кетпекші болады, бірақ Ябуз тапаншасын шығарып, жолымнан бұлай тұр, әйтпесе өлтіремін дейді. Төбелес басталып кетіп, Жевдет Ябуздың тапаншасын тартып алады. Жевдет дүкенін іштен кілттеп алады да және музыканы қаттырақ шығарады. Сен менің балам мен келінімді өлтірдің дейді, бірақ басқа балаларыма тиісуіңе рұқсат бермеймін деп Жевдет сол жерде Ябузды атып тастайды. Хашметтің үйінде барлығы тойға дайындалып киініп жатады. Хашмет баласына бүгін кеште Зылиханың қолын сұрауға барамыз, екеулеріңді үйлендіреміз дейді. Жүсіп қуанғанынан әкесін құшақтап көтеріп алады. Сен әлемдегі ең жақсы әкесің деп. Нежла жақында ұл босанады, ал Жүсіп өзінің сүйікті қызына үйленгелі жатыр. Енді бақытты отбасы боламыз деп бәрі бір-бірін құшақтап қуанып жатыр. Жевдет Ябузды атып тастайды. Ябуз сол күйінде есінен танып жатыр, ал Жевдет болса киімін киіп тойға дайындалып кетіп қалады. Мелис жақсы жаққа өзгеріп, Джемо екеуі кездесіп жүр, екеуі үйленбекші. Вахап пен Первин тойға келе жатады. Первин баласының Әзизеге үйленуіне әлі де қарсы. Вахап әйеліне болды тыныштал дейді, одан да балаңа қолдау көрсетсеңші. Девранға қарсы шықпа, әйтпесе одан айырылып қалуымыз мүмкін дейді. Екеуінің көлігіне Фырат бомба қойып қойған еді. Фырат Вахапты өлтіру үшін солай істеген болатын. Алдын Девран Фыратты тойға шақырған еді, міне Фырат та келді. Әкелеріміздің қателіктерін біз қайталамайық дейді Девран. Мен сені бауырым ретінде мойындаймын, міне менің қолым дейді. Сөйтіп екеуі татуласады. Девран барлығына Фыратты ағам деп таныстырады. Мынау ағам деген сөзге Фыраттың іші жылып қалады. Бірақ ол Вахапты өлтірем деген ойынан әлі де айныған жоқ. Кез келген сәтте түймені басып, Вахаптың көлігін жарып жіберуге дайын отыр. Бүгінгі тойда Зылиха да әдемі болып кеткен. Жүсіп оған қарап тағы да ғашық болып тұр. Жевдет Әзизені ертіп Девранның қолына табыстайды. Келін келді, той басталды. Тойға Хамиет те келеді. Жевдеттен Ябуз келмеді ма деп сұрайды. Жевдет болса, Ябузды көргенде жоқпын, ол бұнда келгенде жоқ дейді. Жүсіп Зылиханы оңаша алып кетеді. Екеуі бір-бірлеріне сезімдерін білдіріп, наконец-то енді бақытты боламыз дейді. Сол жерде екеуі болып қояды. Әзизе Хамиеттің қолынан сүйеді, оны әжем деп қабылдайды. Тойға Керем де келеді. Одан кейін Вахап пен Первин келген кезде Әзизе олардың қолын сүйіп, тойға қош келдіңіз, Вахап әке, Первин ана деп, өмірінде бірінші рет оларды әке, ана деп атайды. Ана деген сөзден Первин қуанып кетеді. Сен қыз мені таңғалдырудан жалықпайсың деп Девран Әзизеге күліп қарайды. Жүсіп пен Зылиха киініп тойға барайық дейді. Сол кезде Жүсіп, сен өкінесің ба деп Зылихадан сұрайды. Ал Зылиха болса да еш өкінбеймін деп жауап береді. Той болып барлығы қуанышпен билеп жатады. Мәриям кетпепті, ол келіп тойдың сыртынан қарап тұрады. Той болып жатқан жерге қара көлік келіп ішінен қарулы адамдар түседі. Жүсіп оларды көріп, сендер кімсіңдер деп тоқтатпақшы болады. Зылихаға ішке кір, есікті жауып ал дейді.
Жүсіп оларға бұл жерден кетіңдер деген кезде әлгілер Жүсіпті сабап тастайды. Қаруларын шығарып жолдан былай тұр деп Жүсіпке айтады. Жүсіп басқаларға хабар берейін деп той болып жатқан жаққа жүгіріп бара жатқан кезде әлгілер Жүсіпті 2 рет атып тастайды. Жараланған Жүсіп тойдағы адамдардың қасына келіп құлап қалады. Бір мезетте атыс басталып кетеді. Әлгі көлікпен келген адамдар ешкімге қармай барлығын ата бастайды. Олар Мәриямның әжесінің адамдары екен. Мәриям әжесіне неге өйттіңіз дейді. Мен сізге барлығы бітті деген жоқпын ба деп жылап айтады. Саған біткен болса, маған біткен жоқ дейді. Мені ренжіткендердің жанын алмай қоймаймын деп әжесі қасқиып қарап отырады. Нежланың ішіне оқ тиіп, ол да құлайды. Нежла мен Жүсіпке оқ тиіп, олар естерінен танып жерде жатыр. Жевдет оларды өліп қалды екен деп уайымдап кетеді. Оның жүрек талмасы ұстап, Жевдет те сол жерде қайтыс болып кетеді. Девранға да оқ тиеді, ол да жерге құлайды. Барлығына шеттерінен оқ тиіп құлап жатады. Әзизені құтқарам деп оның жанына жүгіріп барған Жемоға да оқ тиеді, ол да жерге құлайды. Нежла, Жүсіп, Жемо және Девран оққа ұшып жерде жатыр. Жаралы күйде келе жатқан Хамет өзінің баласын танып қояды. Явуз өлмепті, ол жаралы екен, ол да не болып жатқанын білмейді, жерге құлайды. Хамет жанына барып баласын құшақтайды. Әзизе Демо мен Жемранның қолдарынан ұстап алған, өлмеңдерші деп жалынып отыр. Жемоның көзіне оның әке-шешесі елестейді. Жемоның анасы оның бетінен сипап, сен тым ерте кеттің ғой деп айтып жатады. Сол кезде Жемо көзін жұмады. Сол кеште Первинге де оқ тиеді. Қорғансыздар сериалының 1 сезонының соңғы бөлімі осылай аяқталады.